Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай кері байланыс түрін интернетсіз сабағымызда қалай қолдануға болатынын көрсетемін. Бізге қарапайым PowerPoint керек болады. Ең алдымен біз мына жердегі сандардың қалай жасап тұрғанын білу керекпіз. Ол үшін жаңадан бет ашып, вставкаға кіреміз, фигураға кіреміз. Осы жерден өзіңізге қажетті фигураны таңдап аласыз. Мен мысалы бұрыштары дөңгелектенген фигураны алдым. Сәл кіші көлемде аласыз және мысалға контурын жасылмен, заливкасын ішін ақ қылып, ең бірінші осы фигурамызға 1 деген санды жазамыз. Әріптерін түзейміз, Times New Romanға қоямын, жирный етіп қоямын және үлкейтемін. Дәл осындай фигураны копировать ставить етіп 1-ден 10-ға дейін жазып шығасыз. Немесе өзіңізге қажетті сандарды жаза берсеңіз болады. 20-ға дейін керек болса 20-ға дейін, 30-ға дейін де шексіз жаза беруге болады. Барлық сандарды жазып шықтым. Енді формат дегенге кіреміз. Мына жерде область выделения дегенді басамыз. Выделениені басқан кезде барлық фигуралардың атауы тұр. Дәл осы фигуралардың атауын өзгертіп шығыңыз. Мысалға 10 деген фигураның атауын 10 деп, келесі 9 болса 9 деп, бұл өзіңізге жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Сондықтан ерінбей барлығын өзгертіп шықсаңыз дұрыс болады. Барлығын осылай өзгертіп алдым. Енді 10 деген саннан бастаймыз. Оның үстінен басып анимацияға кіресіз. Одан кейін добавить анимацию. Мына жерден другие эффекты выхода. Исчезновение басамыз. Окей дейміз. Триггерге кіреміз. По щелчку дейміз. Жаңа фигураларын біз атауларын осы жерде өзімізге оңай табу үшін өзгерткен болатынбыз. 10 деген фигураға 10 деп басамыз. Келесі 9 деген фигураны ең бірінші мышканың оң жағын басып, на передний план қойып аламыз. Себебі 9-дың ол үстіне шығып тұру керек. Одан кейін жаңағы пәрменді кері қайталаймыз. Добавить анимацию, другие эффекты выхода және де исчезновение. Окей дейміз. Триггерге кіреміз, по щелчку 9 деп басамыз. Барлық фигураға осылай жасап шығамыз. На передний план, анимация, другие эффекты выхода, исчезновение, окей, триггер және по щелчку 8. Келесі на передний план, анимация, другие эффекты выхода. Барлығына осылай жасап шығамыз. Және барлығын осылай выделять етіп алып, форматқа кіреміз. Мына жерде выравнять объекты дегенді бар. Соны басып, выравнять по верхнему краю басамыз. Одан кейін по центру дегенді қайтадан басасыз. Бұл фигураны біз 3 рет көбейтіп аламыз. Және түстерін ауыстырамыз. Маған мысалға жасыл, сары және қызыл түсте керек.
Осылай жасап алғаннан кейін бізге енді мынандай мен жалпы мына видеоларды жасанды интеллект арқылы жасап алдым, алдын ала дайындап қойдым. Осы үшеуін копировать етіп мына жерге қоямыз. Және қажетті көлемде өзіңізге үлкейтіп аласыз. Осылай үшеуін қойып алдым. Енді вставкаға кіреміз, фигураға кіреміз. Тіктөртбұрышты таңдап алып, барлық видеоның астына қойып қоямыз. Барлық видеоның астына осылай қойып алдым. Түстерін ауыстырамыз. Мысалға, мына жерде сұрағы түсінбей тұрған балаға қызыл, жаны қызылмен қоршалған, ортасы ақ болып тұрған етіп таңдаймыз, Одан кейін мына жерде сұрағы бар балаға сарымен, мына жерде қуанып барлық сабаққа түсініп тұрған балаға жасыл деген түспен жасағым келіп тұр. Енді осы жерде қазір мына сандарды көшіріп апарамыз. Мына жерге мысалға түсінбедім. Қарпын өзгертеміз, үлкейтсеңіз болады. Және түсін ауыстырсаңыз болады. Одан кейін мына жерде сұрағым бар. Тағы да солай қарпын үлкейтіп, жақсылап өзіңізге өңдеп алсаңыз болады. Келесі барлығын түсіндім. Шрифтің көлемін барлығын өзіңізге қажетті түрде өзгертіп аласыз. Осылайша біздің кері байланысымыз дайын болды. Мен енді мына жерде видеоға түсіру үшін кішкене асығыс жасадым. Видеолар үстінен бассаңыз өзі жұмыс жасайды. Және мына жердегі санақ неше оқушы басқанын көрсетіп тұрады. Жасалуы өте оңай. Келесі видеода дәл осы жасанды интеллект арқылы мына жердегі баланы қалай жасағанымды көрсететін боламын.